Жігіттер, мына ережесіз жекпе-жекте жүргеннен кейін бұл өте қауіпті спорт. Сол үшін күштеріңді мына далада пайдаланмаңдар ешқашан. Түсіндік қой? Күштерің тасып бартқаннан кейін тек только залға келіп, залда істеу керек әр жаттығуды. Аяқ қолдар сендердің почти қару болған екен жігіттер. Керек емес. Сендер күні груша теуесіне ұрасыңдар ғой. Бұл ұрбасыңдар ғой, грушаның теуесіне өздеріңнің ударларың слабый болып білінеді, особо білінбейді ол. Грушаны ұрватқаныңызда жай ұрватқан сияқты білінеді да. Негізі ол сырттағы балаға сен ұрып кепсең, ол өтіп береді олар. Жестко өтіп береді. Түсіндік қой? Сол үшін ойнап істесеңдер де, залда, көшеде аккуратно. Біз мына айтатынымыз сол ғой, жай аккуратно істеп үйреніңдер дейтін. Мына күшіңді пайдаланып үйренесіңдер да. Түсіндік қой? Сендер салысып кетесіңдер ғой, ол салысып жаман нәрсе. Біз жай істеңдер деп айтқанымыз сол. Андау күшіңді пайдаланып үйренесіңдер да. Түсіндік қой? Одан кейін аккуратно, не пышақ ұстамаңдар жігіттер. Пышақ ұстап алса қашыңдар. Ең жаман нәрсе. Ол мектепте де бізде ұстағанбыз, бірақ ұстаған балдар именно біреуді пышақтап түрмеге түсіп кеткен да. Мен қазір бір досым жоқ, бәрі сондай түрмеге түсіп кеткен. Өзім жүрмін ғой спортта, мен ғана қалған да. Ең жаман нәрсе сол. Так что жаман ана суық қарудан жігіттер қашыңдар, керек емес. Қанша жерден мықты болсаң да ше, қанша жерден сендерге де касается жігіттер. Қанша жерден мықты бол, көшеңнің аты көше. Өйткені мына жердегі заң көшеде жүрмейді, көшенің заңы бөлек. Түсінесіздер ғой? Оны өздеріңіз білесіздер ғой. Так что жүрген кезде көшеде абайлап жүру керек. Мынау 14-15 жасар сендер әсіресе. Қазір сендерде сондай сезон ғой, біреумен ерегісіп қалып, жынданып кететін, төбелесіп кететін. Ең құтыратыныш уақытта сол. Соны ұстап қалу керек бізге. Сабырлық сол моментте ұстап үйрену керек. Түсіндіңдер ме? Анда күшің бар екен деп проходка қадап қойып, или төбелесіп кету керек емес. Мынау әсіресе сол 14-15. Қазір неше жас? 8-9-10 ғой, 9-10, 10-11. Құтыратын шама ғой сол. Ана былай деді, былай деді. Біреудің сөзі, ауырып сөздер керек емес, көтеріп, сен бүйтіп жүр екенсің ғой деп. Ең жаман нәрсе. Ол сөйледі ма, сөйлей берсін. Сен өзің қандай адам екенін білесің ғой, қандай дәрежеде, қандай спортта жүрсің. Өзіңді білесің ғой.